Bir күні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға мынандай бір сөз айтады. Мен қазір сендерге бүкіл дұғалар қабыл болатын бір сөзді айтып берем дейді. Сол кезде осы сөзді айтайын деген кезде, бұл Саад ибн Абу Вақастан келеді, осы хадис, сахих хадис. Сонда бір бәдәуи келеді, пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам алаңдатып, өзіне қаратып алады, өзінің сұрақтарын қойып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған жауап беріп, былай айтқан кезде бағанағы сендердің дұғаларың қабыл болады деген осы сөзден кейін деген сөзді ұмытып кетеді. Соны Саад ибн Абу Ваққас соны қадағалап отырады. Әлгі бәдәуи барлық өзінің жағдайын шешіп алғаннан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұрылады да өзінің үйіне қайтады. Сол Саад ибн Абу Ваққас соны есінде пайғамбардың артынан келе жатады, бірақ я Расулалла деп айтуға ұялады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам уже үйіне былай айтқан кезде, жақындаған кезде Саад ибн Абу Ваққас пайғамбардың былай айтқан кезде мазасын алмайын деп, я Расулалла деп айтпайын деп, былай айтқан кезде оны өзіне қарату үшін мынандай амал жасайды. Былай айтқан жүріп бара жатқан кезде аяқтарын қатты тарсылдатып жүреді. Былай, осылай тарсылдатады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артқа қарайды да, я Абу Исхақ дейді. Исхақтың әкесі Саад ибн Абу Ваққас қой. Не болды саған деген кезде, я Расулалла, бағана сіз бізге дұғаң осы сөзден кейін қабыл болады, міндетті түрде, оны Алла тағала ол дұғаны жасасаң еш уақытта қайтармайды деген сөзіңіз үшін артыңыздан келген едім. Бағана айта алмай қалдыңыз, өйткені бәдәуи сіздің көңіліңізді былай айтқан кезде алып кетті. Сол сөзді маған үйретіңізші деген кезде пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын айтады. Ла илаха илля анта субханака инна кунту миназ залимин. Осы сөзді айтсаң дейді, Алла тағала осы сөзден кейін қандай бір дұға тілесең, еш уақытта ол дұғаны қайтармайды дейді. Я Раббым, сенен басқа ешбір құлшылыққа лайықты бірде-бір құдай жоқ. Сенің кемшілігің жоқ, кемшіліксізсің, я Раббым. Және де мен өз-өзіме еткен, зұлымдық еткен құлдардың бірімін деген сөз. Ла илаха илля анта субханака инна кунту миназ залимин деген сөз. Осы сөзді, осы дұғаны жаттап алыңыздар. Осы сөзден кейін еш уақытта дұғалар қайтарылмайды. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның айтқан кепілі.